Желіде сүйінші ақпарат тарады, барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермен, назарларыңызды сіз білген және де сіз күткен арна қайта оралды. Біз сізге ең жақсысын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалмау үшін видеоролик астында подписаться және де лайк түймелерін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз қабатулла хабарларын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. 1 қаңтардан бастап зейнетақы мөлшері көбейеді. Қаржы министрлігі алдағы 2 жылға арналған республикалық бюджет жобасының ашықтыққа порталына жариялады деп жазылады егемен.кз. 2025-2027 жылға арналған жобадағы 2025 жылдың қаңтарынан бастап ең төменгі зейнетақы менен айлық есептік көрсеткіш мөлшері көбейетіндігі мәлімдеген. Биылғы есептік көрсеткіштер мөлшемі: ең төменгі жалақы 85 мың теңге, айлық есептік көрсеткіш 3692 теңге, ең төменгі зейнетақы 57853 теңге, ең төменгі күнкөріс деңгейі 43407 теңге, ең төменгі базалық зейнетақы төлемі 28215 теңге болса, 2025 жылға арналған жоба мақұлданса, ең төменгі жалақы 85 мың теңге, айлық есептік көрсеткіш 3932 теңге, ең төменгі зейнетақы 62771 теңге, ең төменгі күнкөріс деңгейі 46228 теңге, ең төменгі базалық зейнетақы мөлшері 32362 теңге болады деп жоспарланып отыр. Сондай-ақ жасы менен еңбек өтілі бойынша зейнетақы төлемін 8,5%-ға арттыру көзделген. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де видеороликке не тарап қажетті жерлеге жету үшін видеоролик астында подписаться және де лайк түймелерін басыңыз. Достарыңызға үлесіп сау саламатта болыңыз.